Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен бүгін өте оңай айраннан дайындалатын кекс жасайтын боламыз. Өте жұп-жұмсақ, дәмі керемет болып шығады. Сіздер де оны жасап көріңіздер. Егер қызықтырса, менімен бірге дайындаңыздар. Алдымен 2 жұмыртқамызды салып, үстіне қант салып, миксермен жақсылап араластырамыз. Үстіне аздап сұйық майымызды құйып, айранға біраз қасық ас содасын салып, араластырып үстінен құятын боламыз. Енді жақсылап миксерлеп, електен өткізіп, ұнымызды салып, тағы да миксерлейтін боламыз. Осылай миксерлеп, үстіне 2-3 қасық какаоға салып, тағы да миксерлейтін боламыз. Осылай жақсылап миксерлеп аламыз да. Енді ыдысымызға құйып, 180 градуста 30-35 минутта пісіріп алатын боламыз. Мінекей біздің кексіміз дайын, өте дәмі керемет болып, әрі жылдам, әрі оңай дайындалады. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Лайк басып, комментарий жазыңыздар.